Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай және тез дайын болатын пиццаның рецебімен бөлісемін. Бұл өте ерекше жолмен жасалынатын пицца. Бірінші ерекшелігі үйде желінбей қалып қойған нандардан тестасын жасап аламыз. Екінші ерекшелігі пешке салмай табада пісіріп алатын боламыз. Егер үйде желінбей қалған нан болса, осылай пицца жасап берсеңіздер, балдарыңыз таласып жеп қоятын болады. Алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Бізге 4 жұмыртқа, 4 кусок нан, сосиска және сыр керек болады. Ең бірінші бөлек ыдысқа нандарымызды өте ұсақ етіп қолымыздың көмегімен турап аламыз. Барынша ұсақ етіп турағанымыз дұрыс. Мен бұл жерде 4 кусок нанға 4 жұмыртқаны пайдаландым. Егер сіздердің пісіретін табаларыңыз үлкенірек болса, 5-6 кусок нанды пайдалансаңыздар да болады. Ондай жағдайда әр нанға 1 жұмыртқадан қосып отырамыз. Қолмен туралған нандарым дайын болды. Енді жұмыртқамызға салмасын қосып бөлек араластырып аламыз. Мен жарты шай қасық тұз қостым және қасықтың ұшындай ғана қара бұрыш қосып, әдемі түс беру үшін паприканы қосып жақсылап араластырып алдым. Осылайша араласып дайын болған жұмыртқаны жаңағы қолмен ұсақтап алған нандарымыздың үстінен құйып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің жұмыртқамыз нандардың арасына толықтай сіңуі керек. Міне барлығы араласып нанымыз осылайша дайын болды. Енді салмасын дайындай бастаймын. Салмасына мен 3 сосиска мен 1 сырды пайдаландым. Сосискаларды дөңгелек етіп турап, сырды үккіштің көмегімен жақсылап өткізіп аламыз. Мен эмир сырын пайдаландым. Міне біздің салмамыз дайын болды. Табамызды қыздырып, астын кішкене майлап аламыз да, жаңағы наннан жасалған салмамызды осылай бір келкетіп жайып шығамыз. Астын орташа отта қойып, бетін жауып 3-4 минут пісіріп алдым. Астыңғы бөлігі піскеннен кейін келесі бетін аударып пісіріп алдым. Осы орайда бірден салмасын сала береміз. Бетіне майонез бен кетчупты қосып, бір келкетіп жағып шығамын. Енді осының үстінен сосиска мен сырды бір келкетіп қойып шықтым. Салмасына ет болса да, колбаса болса, немесе фарш болса да, кез келген салманы пайдалана бересіздер. Не салсаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты, тіптен қызанақпен дайындауға да болады. Барлығын бір келкетіп теуіп болғаннан кейін бетін жауып 2-3 минутқа сыр ерігенше қалдырдым. Міне біздің пиццамыз дәл осылай болып пісіп шықты. Егер үйде желінбей қалған нандардан дәл осындай пицца жасап берсеңіздер, балдарыңыз таласып жеп қоятын болады. Дәмі өте керемет әрі тойымды пицца болып шықты. Және менің каналымда пешке салып пісіретін пиццаның түрлері де бар. Қазір видеоның жоғарғы бөлігіне ссылкасын қоятын боламын, ашып қарасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осы жанындағы тұрған подписация бөлімін басып, арнама тіркеліп кетіңіздер.